Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңдер. Біз бүгін өте дәмді және өте ерекше пончиктар дайындайтын боламыз. Алдымен бізге жылы сүт қажет. Оның үстіне қант қосамыз. Ашытқы қосып, жақсылап араластырып, ашытқымыз көтерілгенше қоя тұрамыз. Ұнымызға тұз саламыз. Ерітілген сары май қосамыз. Және 2 жұмыртқа қосамыз. Үстіне ашытқымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, міне өте жұмсақ. Оны енді оқтаудың көмегімен жайып аламыз. 1,5-2 сантиметр қалыңдықта. Енді пончик пішінін жасап аламыз. Әркімнің өзінің қалауы бойынша қандай насатка бар, сонымен ортасын тесіп аламыз. Майымызды қыздырамыз. Пончиктарымызды біраз көтерілгеннен кейін майымызға салып, қызарғанша екі жақтан қуырып аламыз. Бұл пончиктар содан кейін толықтай суы керек. Енді пончигіміз сыртқы креміне кірісеміз, глазурь дайындаймыз. Яғни сливкиді ысытып аламыз. Үстіне құямыз. Менде ақ шоколад және қара шоколад. Жақсылап ерітіп аламыз. Қалауларыңыз бойынша ақ шоколадқа түрлі түсті краска қосуларыңызға болады. Мен ақ шоколадтың үстіне қызыл краска қостым. Енді әр осылай пончигімізді батырып, үстіне глазурь жағамыз. Қалауларыңыз бойынша үстіне кондитерский посыпка себулеріңізге болады. Міне осындай өте дәмді және өте ерекше пончиктарымыз дайын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.